Биыл Қазақстан мұнайының 125, ал Қаламқас кен орнының ашылғанына 45 жыл толды. Осыған орай мұнайшылар арасында көз интеллектуалды ойыны ұйымдастырылды. Мұндағы ерекшелік білімпаздар байқауы бұл жолы Қаламқас кен орнында өтті. Жетібаймен орталық аппараттан келген мұнайшылар зияткерлік турнирде керемет нәтижелер көрсетті. Қазіргі таңда тек жастарды тек жұмысқа емес, осындай жақсы бір-бірімен қарым-қатынаста болсын. Бұл жерде Маңғыстау мұнай-газдың жұмысшылары бар, Жетібай мұнай-газдың жұмысшылары бар, біздің Қаламқас мұнай-газдың жұмысшылары бар. Солар барлығы бір-бірімен жақсы араласып, өздерінің кәсіптік білімі деңгейін жоғарылату үшін осындай іс-шаралар ұйымдастырылады. Келешекте енді осындай іс-шараларды көптеп ұйымдастыруға жұмыстанамыз. Бұл өте жақсы нәтиже береді деп ойлаймыз. Байқауға барлығы 13 команда қатысты. Мұнайшылар тарих, спорт, кино және музыка саласындағы түрлі сұрақтарға жауап берді. Сондай-ақ Қазақстан мұнайының 125 жылдығына және Қаламқас кен орнының 45 жылдығына арналған арнайы сұрақтар да болды. Мұнайшылар арасында интеллектуалдық байқау өте тартысты өтті. Ойын нәтижесі бойынша мұнай тамшылары командасы жеңіске жетті, ал өзіміз командасы екінші орын алды. Үшінші орында Брендс командасы еншіледі. Ойын өте тамаша өтті. Тартысты ойын болды. Бәріне рахмет айтамын. Ұйымдастырушыларға және осы квиз ұйымдастырушыларына және әріптестерге өте жақсы ойын болды. Бәріңізге рахмет. Мен бұрыннан келе достарым өте жақсы. Біз ауызбіршілік мықты. Так что ондай проблема емес. Әрине, қандай ойын болады, осындай интеллектуалды бәріне қатысамыз бұйырса. Шара соңында Қаламқас мұнай-газ өндірістік басқармасының басшылығы жеңімпаздарды тамаша ойынмен құттықтап, дипломдар мен сыйлықтар табыс етті. 23 августа нефтяники акционерного общества «Маңғыстау мұнай-газ» в очередной раз приняли участие в интеллектуальном турнире MMG Quiz 2024. На этот раз конкурс знатоков проходил на месторождении Қаламқас. Сразиться в битве умов с коллегами из Қаламқаса приехали нефтяники с месторождения Жетібай и центрального аппарата. Место проведения турнира было выбрано не случайно. В этом году сотрудники отрасли отмечают сразу два больших юбилея – 45-летие месторождения Қаламқас и 125-летие казахстанской нефти. Сегодня молодые люди должны не только уделять внимание работе, но и посредством такой игры укреплять взаимодействие между подразделениями друг с другом. Квиз организован в целях укрепления корпоративного взаимодействия, повышения профессиональных знаний, расширения кругозора. Мы будем работать над организацией подобных мероприятий в будущем. Думаю, что это даст хорошие результаты. Всего в состязании приняли участие 13 команд. Нефтяники ответили на различные вопросы в области истории, спорта, кино и музыки. Были и специальные вопросы, посвященные 125-летию казахстанской нефти и 45-летию месторождения Қаламқас. Конкуренция в интеллектуальной битве нефтяников была очень высокая. По итогам квиза победу одержала команда «Мұнай тамшылары». Команда «Өзіміз» заняла второе место. В тройку лидеров также вошла команда «Брендс». Ойын өте тамаша өтті. Игра получилась очень хорошей, был дух соперничества. Благодарю организаторов и коллег. Участницы – мои друзья с давнего времени. У нас сильно развито единство и взаимопонимание. Конечно, мы и в дальнейшем будем участвовать в таких интеллектуальных играх. В завершении мероприятия руководство производственного управления «Қаламқас мұнай-газ» поздравило победителей с отличной игрой, вручив дипломы и призы.